Құрметті ұстаздар, педагогикадан біз бүгін сұрақтар талқылайтын боламыз. Енді мұнарада қарасақ, бірінші сұрақ, сабақты зерттеудің мойындалған ерекшеліктерінің бірі дейді. Бұл бізде дұрыс жауабы демократиялы болады. Екінші, сабақты зерттеу listen study тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асыратын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдерінің бірі дейді. Бұл бізде келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау кезеңі болады, дұрыс жауабы. Үшінші сұрақ, сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді дейді. Дұрыс жауабы оқушылардың оқу үдерісі. Келесі сұрақ, сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым дейді. Бұл топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы шақырылады деген дұрыс жауабы болады екен. Ары қарай келесі сұрақ бізде мұғалімдердің жаңа педагогика мәтініндегі акті қолдану тәсілдерін білдіреді деген сұрақ екен. Дұрыс жауабы редакциялау үдерісінде ойлармен алмасу болады. Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығы жауап болады. Өз білімін жетілдіру. Яғни осы сұрақ келеді көп жерлерде жүрген. Келесі сұрақ, оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдеттері мен түрлері анықтауға бағытталған бағалау түрі дейді. Бұның дұрыс жауабы оқу үшін бағалау болады. Келесі сабақты зерттеудің бастапқы кезеңдері дейді. Сабақты зерттеудің бастапқы кезеңдері топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы болады. Мерсердің зерттеуіне сәйкес ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беру қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдылыққа ие болатын әңгіменің түрі бұл зерттеушілік әңгіме. Бұл да келеді, тестіде кездеседі, тестіде. Сондықтан мұқият қайталап алыңыздар. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы дейді. Дұрыс жауабы басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған деген жауап болады. 11-ші сұрақ, оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыра оқушыны анықтайтын өлшем дейді. Яғни күрделілікке деген сүйіспеншілік. Бұл арада жалпы сұрақтарды асықпай оқу керек негізі. Менде мұнда компьютердің батарейкасы отырып жатқандықтан асығыс оқып отырмын. Келесі сұрақ, бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы дейді. Яғни алынған мәліметтерді мәнін анықтау деген жауап болады екен. 13-ші сұрақ, сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең дейді. Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең. Бұл арада соңғы деп тұрған жоқ, бастапқы деп тұр. Сондықтан сабақты бірлесіп жоспарлау болады. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты дейді. Кері байланыс болады әрине. Ары қарай ақпараттық қоғамдық технологияның дамуы арқылы анықталатын өзгеріс, оқыту әдістер және технологиялық тәсілдер болады. Әлеуметтік, танымдық және аффекттік коммент үйлесімі. Бұл мен тұжырымдамасы болады. Және оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін оқу үдерісіне сапалы пайдалану үдерісі, бұл метатану болады. Осымен құрметті ұстаздар, бүгінгі біздің талқылаған сұрағымыз аяқталды.
келесі сұрақтарды талқылап қарағанша кездескенше. Біздің сұрақтар ұнаған болса YouTube арнамызға жазылып, келесі шығарылымда асыға күтіңіздер.